Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі сочный, мощный болып шығатын манты дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен біз бірінші қамырымызды илеп қоямыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кезекте біз суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Және үстінен ұнымызды салып, қамыр илеп бастаймыз. Әрі қарай уже қолмен илейтін боламыз, бұқаның күші жетпейді. Жақсылап қамырдың іртігін жазып тұрып иілеп, осылай 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Келесі кезек бізде фаршымызды дайындаймыз. Фаршымыздың салмасына пиязымызды жақсылап осылай жылқа етіп майдалап турап аламыз. Келесі кезекте дайындап турап алған пиязымызды фаршымыздың үстіне салып, оны жақсылап араластыратын боламыз. Қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен бұл жерде тұз, бұрыш және кинзаның майдаланған түрін қостым. Тамаққа пайдаланып жүрген майымыздан осылай 3 ас қасық қосып жібереміз. Бұл біздің фаршымыздың әдемі болуына және де жылтыр болып тұруына көмек береді. Фаршымызды араластырып болған соң, келесі кезекте қамырымызды жақсылап илеп дайындап қоямыз. Осылай 2-3 қайтара иленген қамырымызды тағы да 5 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Келесі кезекте дайын болып тұнып тұрған қамырымызды жаятын боламыз. Біркелкі осылай айналдырып жая берсеңіздер болады. Қамырымыз дайын болды. Келесі кезекте бұл қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Қамырымызды полный жайып болғаннан соң кішкене ұн сеуіп жіберіп, сосын барып кесіңіздер. Әйтпесе қамыр жабысып қалуы мүмкін. Мантыларымыздың келесі кезек бізде осы қамырларымызды мөлшерін бірдей етіп кесіп аламыз. Келесі кезек бізде міне дайын болған
қамырымыз бен фаршымыздан мантымызды түйетін боламыз. Бір қасық мөлшерінде осылай салып шығамыз. Дайын болып түйілген мантыларымызды келесі кезекте листқа жайғастырамыз. Ең алдымен листімізді майлап жібереміз. Кейінгі кезекте мантымыздың бір жағын ғана кішкене ғана батырып, бір-біріне қойып шыға береміз. Мая жаққан кезде бір-біріне, бұл піскен кезде кішкене ісінеді ғой, сол кезде бір-біріне жабыспайтын болады. Келесі кезекте отқа қойған кезде осылай бетін бір пакетті жарып жіберіп, бетін жауып қойыңыздар. Ол мантымыздың құрғамай әдемі болып пісу үшін. Келесі кезекте біз мантымыздың бетіне құятын подливасын дайындайтын боламыз. Подливасын қалауларыңыз бойынша, қаламайтын болсаңыздар дайындамасаңыздар да болады. Қызып тұрған майға осылай жіңішкеледі туралған пияздарымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Осылай бетін дымдап тұрып қуырғандарыңыз өте жақсы болып шығады. Және де бір чайна ложка тұзымызды қосып жібереміз. Келесі кезекте кез келген томатты осылай қосып жіберсеңіздер болады. Қыстың қамын жаз ойла деп дайындап қойған томаттарыңыз болса да, осылай қосып жіберсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Міне біздің асымыз ровно 45 минутта дайын болып шықты. Келесі кезек осылай мантыларымызды дастарханға тартамыз. Дәмі өте керемет, әрі сочный, мощный болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер осы рецепт бойынша. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Подливамызды осылай бетіне құйып шығатын боламыз. Міне кешкі асымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.